Балабақшадағы балаларға жаңа жылға арналған ойындар. Аппликация. Бұл жаңа жылдық ертеңгіліктерге арналған. Осындай әртүрлі картинкаларды, аппликацияларды беру арқылы балаларды екі топқа бөліп жарыстыруға болады. Шыршаны безендір ойыны. Алдын ала үлгіні шығарып алып, кесіп, дайындап қоямыз. Екі топқа беру арқылы кім шыршаның ойыншықтарын көп толтырса, сол команда жеңімпаз атанады. Уақыт қою балаларға өте қызық болады, 1 минут немесе 30 секунд. Сыңарын тап ойыны. Үлгіні алдын ала шығарып, кесіп, дайындап аламыз. Топтан 2 баланы таңдап алып, әр фигураны орнына қойғызамыз. Қай бала бірінші бітсе, сол жеңімпаз атанады. Келесі ойынның түрі кім зерек деп аталады. Осындай аяқ іздерін шығарып алып, оның үстіне әртүрлі суреттерді қоясыздар. Әр ізді басқан сайын бала суретте не бар екендігін жаңылмай айту керек. Кім қатесіз айтып мәреге жетсе, сол баланы кішігірім сыйлықпен қуантуға болады. Келесі ойынымыз жұмбақтар елі деп аталады. Бұл өте қызық ойын. Осылай қағазға жұмбақтарды алдын ала жазып алып, бір шетіне жіп қатаймыз. Оны осылай суреттегідей дөңгелетіп, воронкаға орналастырамыз. Бала қандай жіпті тартса, сол жұмбақты алып, соның шешуін табу керек. Дұрыс жауабын тапқан балаға кішігірім сыйлық беруге болады. Адасқан ойыншықтар ойыны. Қорапқа осындай қағаздарды толтырамыз да, арасына ойыншықтар саламыз. Бала қолын салу арқылы ойыншықтарды табу керек. Кім көп ойыншық тапса, сол жеңімпаз атанады. Бұл ойын топпен ойнауға да ыңғайлы. Бір топтың балаларына бір қорап, екінші топқа екінші қорапты беріп, соның ішінен барлық ойыншықты қай топ бірінші тауып болса, сол топ жеңімпаз атанады. Ойынымыз кім епті деп аталады. Ол үшін алдын ала 2 шарды үрлеп аламыз. Әр топтан 2 баладан шығады. Теріс қарап тұрып, 2 шарды арқаларына қыстырып алып, мәреге жетуі керек. Қай топтың балалары бірінші жетсе, солар жеңімпаз болады. Бұл ойындардың барлығы топпен ойнауға ертеңгіліктерде өте ыңғайлы.